жаңағы халыққа деген Қасым-Жомарт Кемелінің жолдауындағы тыңдадық. Бұл мәселелердің барлығы қамтылды деп айта аламыз. Енді бізге қатыстысы бұл біздің университет бірнеше жыл бұрын бастаған болатұғын жаңағы көктемгі жаңағы су тасқыны болды ғой, оған дейін біз сол проблеманы көтерген болатынбыз университет бойынша, сол туралы да айтылды. Енді нақтылап айтып келгенде біздің шұғылданып жатқанымыз жаңағы көбінде сол жаңағы искусственный интеллект және де жаңағы сандық қаптарды қолдау болып табылады. Ол туралы да Кемел айтып кетті. Өйткені Астанада болашақта жаңағы үлкен хаб болады деп айтылды. Сонымен қатар біз ойлаймыз, тек қана Астанамен ғана тоқтамай, барлық өңірдегі университеттерде осы салада көптеген жұмыс атқарамыз деп сенім айта аламыз.